Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін картоппен пирожки жасаймыз. Ең алдымен кастрөлімізге су құйып, үстінен картопымызды турап, тұз сеуіп, піскенше күтеміз. Бүгін мен қамырды картоп піскен суға илеймін. Және де бізге тұз, қант, дрожжы, ұн және сұйық май қажет болады. Ұнды илектен өткізіп алып, бүкіл құрғақ қоспаларды салып, қолмен араластырамыз. Кейін жаңағы суды құйып қамыр илейміз. Мінекей қамыр иленді, енді оны жылы жерге көтерілгенше күтеміз. Картопымыз пісті, енді оны пюре қыламыз. Мен оған май және сүт қосқан жоқпын. Қамырымыз дайын болды, мен оны 1-2 рет басып қойдым. Енді пирожки жасауға кірісеміз. Кішкентай бөліктерге бөліп, дөңгелетіп, дайындап аламыз. Пирожкилар дайын болды. Енді оларды көтерілгенше тағы да 10-15 минутке қоямыз. Табамызға сұйық майды құйып, қыздырамыз. Кейін бірінші партияны қуырмай тұрып, мен осылай басып аламын. Пирожкиміз екі беті қызарғанша барлығын қуырып аламыз. Егер де сіздердің қамырларыңыздың ерекшелігі болса, комментарийде бөлісе отырыңыздар. Баршамызға ас болсын.